Баршаңызға қайырлы күн. Біз бүгін сіздермен дәл осылай шоколадты және де шоколадсыз пряник түрін жасайтын боламыз. Арнама жаңадан қосылған жандар болса, тіркеліп, лайк басып, комментарий қалдырып кетулеріңізді сұраймын. Ең алдымен үлкен ас қасықпен құмшекерімізді дәл осылай баяу отта ертіп алатын боламыз. Және де 100 грамм мөлшерінде қайнаған суымызды құйып, жақсылап араластырып алатын боламыз. Яғни бізде осындай қоңыр түсті сұйықтық шығады. Бұл жаңағы прянигіміздің түсін келтіру үшін қажет болады. Енді осы араласқан сұйықтығымызға жаңағы өлшеммен дайындап қойған құмшекерімізді, сұйық майымызды жақсылап құйып араластыратын боламыз. Жұмыртқаның сары уызын қосатын боламыз. Ақ уызын бізде глазурге алып қалатын боламыз. Және де жарты шай қасық ас содасын қосатын боламыз. Ең соңынан ұнымызды салып, жақсылап араластыратын боламыз. Бізде орташа тығыздықта жұмсақ қамыр шығуы қажет. Дайын болған қамырымызды 20 минут көлемінде жақсылап тындырып алатын боламыз. Дайын болған тынған қамырымыз дәл осылай әп-әдемі болып шығады. Және де дайын болған қамырларымызды осылай дөңгелектеп жаңағы пряниктің формасына келтіретін боламыз. Біз келесі кезекте жаңағы пряниктің шоколад қосылған түрін көрсететін боламыз. Дәл жаңағы алдыңғы қоспалармен бірдей. Бұл жерде айырмашылығы жаңа какаоның 50 грамм мөлшерінде салып араластыратын боламыз. Сол кезде бізде жаңағы шоколадты прянигіміз шығады. Жақсылап қолымызбен араластырып, орташа тығыздықтағы қамырды илеп шығаратын боламыз. Осы шыққан қамырларымызды дөңгелектеп формаға келтіріп алатын боламыз. Осындай жаңа шоколад түріндегі әп-әдемі қамырларымыз пайда болды. Енді оларды жаңағы формамызға орналастырып алатын боламыз. 20 минут көлемінде печкаға салып, қызып тұрған пешке салып пісіретін боламыз. Енді келесі кезекте жұмыртқаның ақ уызымен және де құмшекерімізді араластырып, жаңа пряниктің бетіне жағатын глазурды дайындайтын боламыз. Өте көп араластыратын боламыз. Сонда осындай бізде глазур пайда болады. Яғни пряниктің бетіне жағатын жаңағы сұйықтығымыз пайда болады. Пряникті жаңағы толық барлық беті бату үшін мен осылай қолмен араластырып жағып шықтым. Сонда барлық бетіне жаңағы жағылатын болады. Осы бетіндегі глазурларын кептіру үшін жаңағы формаға қайта салып, печкаға бір 5 минутқа кептіріп алуға болады. Немесе
жаңағы бөлме температурасында жаңағы 4 сағат көлемінде кептіріп алуға да болады. Назарларыңызға рахмет. Қош сау болыңыздар.